туған немерем өз әкесін. Біз ешкімді кінәлі дей алмаймыз. Себебі оларға қарсы ешқандай аяғы жоқ. Больницаға бардың ба? Сүлейменовтың жағдайы қалай екен? Ажарды тұтқын қалдық. Оның үстінен ол көмекшісі Қайрат та ауруханада жатыр. Енді бізге ешкім кедергі келтірмейді. Қалай сонда? Оны тергеп үлгердіңіздер ме? Бірінші өзің айт. Больницаға не үшін келдің? Жазира ханым, Дәулет мырзаның жағдайын біліп келуімді өтініп еді. Сізге қазір оңай емес екен білемін. Бірақ бір отбасы болған соң, басқа түскен қиындықты бірге жеңуіміз қажет. Бірде әпенді тау кезіп, асу асып келе жатса, алыстан алып аюды көзі шалады. Көп ойланбастан орманға қашып, биік алмұрттың ағашының басына шығып алады. Аю қорбаңдап, әлгі ағашқа келіп ескеледі де, бұтақты баспалап, жоғары өрмелей бастады. Балапандарым сол. Жүректерім, қалайсыңдар? Жақсы. Апаларың тілін алып жүрсіңдер ма? Я. Қызым, жүгіре бермей үйге кіріп ыстықтай тамақ ішіп алсайшы. Ой, мама, уақытым жоқ. Тамақ ішуге де уақыт болмай кетті ғой. Сенімен сөйлесейін деген едім. Балалар, барыңдар, тезірек, ойнаңдар. Бар, ойнайық. Сөйлесек. Кет отыр. Қалайсыздар? Зарина, бұлай жүрген жарамас. Балаларға әке керек. Рауынға қайтадан қосылған дұрыс. Жоқ, мен онымен өлсем де қосылмаймын. Намысын таптаған адаммен қалай қосылам? Бүкіл ауыл ана фермаға жаңадан келген жігітке қосып жүрген осы екен ғой. Кімге? Әсетке ме? Біз бар болған онымен бірге жұмыс істейміз. Онда тұрған не бар? Тұрғынды айтпа. Мама, ол жеке шаруам. Оның үстіне Рауанмен заңды түрде ажырасам. Қызым, қайдасыз? Жақсылап ойлан. Кейін өкініп қалма. Мама, уайымдай бермеңізші. Одан да сіз өзіңіздің ұлыңызға көңіл бөліңіз. Жалғасты айтам. Судың барлығын өзіне қарай бұрып алыпты деп өсектеп жатыр. Жалғасты ма? Неге олай істеді екен, Мен қайдан білейін? Өзінен сұраңыз. Соңғы кездері бар ғой, сол бала қатты өзгеріп жүр. Анада бақсы осы туралы айтқан екен ғой. Бұл баланы үйлендірмесек болмайды. Кімге? Өзің білесің уақытысында. Бір нәрсе таба алдың ба? Саусақ іздері туралы бір қызық мағлұмат таптым. Оны қолдан жасауға болады екен ғой. Онда Ажардың саусақ іздерін солай істеген шығар. Мүмкін. Дәулет мырзаны өлтіргісі келген адам Ажардың палатадан шыққанын күткен. Демек ол одан бұрын келген. Парковкада камераларды қарап шығу керек сияқты. Мүмкін қылмыскер біз танитын біреу шығар. Жақсы идея. Осы екеуміздің басымыз қосылса біраз жұмыс бітіретін сияқтымыз. Иә. Кеш болып кеткен сияқты. Саған кету керек па? Бірақ сенің қасыңнан кеткім келмей тұр. Чё там? Таптыңдар ма? Иә, әрине. Ол любой адамның жазуын айтпай көшіреді екен. Бірақ сәл көп ақша сұрап отыр. Бек ақша проблема емес, келісеміз. Досым, айтшы, не істейін деп отсың?
Әлде біреудің қолын өтірік қойдырып алайын деп отырсың ба? Онда сен шаруаң болмасын. Шай сұрап отыр, не болды ашылған? Вообще өзгеріп кеткен соңғы осы. Маған номерін жібере салшы. Алло. Зульфия? Қалайсың? Тағы бір іс шығып тұр. Жақсы. Ажар, сабаңа түсті. Сол күні не болғанын бәрін есіңе түсірші. Бұл қазіргі тергеу үшін өте маңызды. Мен бәрібір не айтсам да сенбейсіз ғой. Ажар, құр сөзбен еш нәрсе дәлелдей алмаймыз. Бізге айғақ керек. Мүмкін палатадан шығып бара жатқан кезде біреу көрген шығарсың. Күдікті еш нәрсе байқамадың ба? Жоқ. Мен сізге бәрін айтып бердім. Кешіріңіз, бірақ менің басқа айтарым жоқ. Менен неменен кешіріп сұрап отырсың? Алып кетіңдер. Ермек аға, тоқтаңызшы. Менің есіме бір нәрсе түскен сияқты. Отыр. Палатадан шыққан кезде бір дәрігер әкемнің палатасына қарай бара жатқан. Оның түрі есіңде ме? Жоқ. Ол маскада болған соң түрін онша көре алмадым. Қолында перчаткасы болды. Қазір больницада дәрігерлердің бәрі сөйтіп жүреді емес пе? Оны енді қайдан таптық? Жүрісіне қарағанда жасы менімен шамалас сияқты. Жақсы. Тергеу жұмыстары сәлде болса жеңілдейтін болды. Иә, тыңдап тұрмын. Рас па? Дәулет есін жиды ма? Жақсы болды ғой. Қайрат, саған үлкен рахмет. Иә, қазір мен сол жаққа барамын. Әкем есін жиып па? Иә. Шүкір. Ермек аға, өтінем, менің осындай екенімді әкеме айтпай қойыңызшы. Оның бекер уайымдап қалғанын қаламаймын. Солай істегенімізде дұрыс шығар. Таптым. Мен де таптым. Сен жоқ. Сен бірінші айт. Сен айтшы бірінші көрейін да. Мен мұнда адамның саусақ іздерін қалай қолдан жасауға болатындығын оқыдым. Ол үшін муляж жасайды екен. Муляжды желатиннен немесе стоматологиялық гипстен жасайтын көрінеді. Демек, Ажардың саусақ іздерін солай істеген болып тұр ғой. Бірақ бізде еш дәлел жоқ. Ал полиция дәлелсіз біздің сөзіміз құлағына кірмейді. Бізге осыны анықтайтын кәсіби маман қажет. Мен ондай таныстарым жоқ. Сенде бар ма? Дариядан сұрап көрейік. Алло, Дария, сен көмегің керек болып тұр. Не дейді? Дарияның дос қызы бар екен, Диана деген. Олардың оқу орнында осыны зерттейтін көрінеді. Жақсы онда. Ертеңнен алма сол жаққа барайық. Дәулет,
Мазалағанымыз үшін кешірші. Өзің енді ғана есіңді жидың. Бірақ саған қастандық жасаған адамды табуымыз қажет. Сол кезде күдікті еш нәрсе байқамадың ба? Есімде қалғаны Қайраттың телефондағы видеосы ғана. Ол жердегі Гауһардың көңілдесі бар екен көрдім. Дәулет мырза, біз сіз ойымдап ештеңе көрсете алмадық. Алдыңызда кінәліміз. Маған бәрі айтуларың керек еді. Қайрат, телефонның өзінде ме? Бізге тергеу істерін жүргізу үшін сол видео қажет. Ол жоғалып кетті. Ашар. Қызымды көргім келеді. Дәулет, Ажар түнімен сенің жаныңда отырды. Ол қазір ғана кетті. Оқуына құжаттарын дұрыстау керек екен. Өзің емес пе еді биылдан қалмай оқуға тапсыр деген? Иә. Мен тірі кезімде оның жағдайын жасап кеткім келеді. Қайрат, маған берген уәдең есінде шығар. Мен бүгін Думан соңына түстім. Не үшін? Думан мен Қайраттан кек алғым келеді. Оны қалай жасайтынын білетін сияқтымын. Ал Думан біреудің атынан жалған құжат жасатқалы жүр. Қалай сонда? Білмеймін. Айтпақшы, жаңалықтардан Сүлейменовтің больницада жатқанын естідім. Қал жағдайы нашар дейді. Думан бүкіл байлығын өзінің атына аударып алмақшы. Иә, Дәулет бүкіл байлығын қызына аударған үшін Думан қылқынып жүрген сияқты. Біз оны соңына түсетін болсақ, құр қол қалмаймыз. Түсіндің ба? Түсіндім. Нотариусқа қай ақшаңызды бере келе жатсыз? Карточкамда біраз ақша бар, сосын фондтың шотында да болу керек. Ол жетеді деп ойлайсыз ба? Өйткені нотариустан бөлек әлгі адамға да ақша беруіміз керек. Мен саған ақша табамын деп айттым ғой. Оған басыңды қатырмай-ақ қой. Думан, мен осының барлығын сендердің болашақтарың үшін істеп жатырмын. Өзің көрдің ғой, туған әкелерің, Дария екеулеріңе жақсы өмір сыйлай алмайды. Сонда туған әкем тірі ма? Дария, canım o sana ne oldu? Мен мама мен Думанды жек көрем. Олай деме. Олай айтуға болмайтынын білем. Бірақ сондай қатыгез болуға болмайды ғой. Екеуі папама қарсы бірдеңе ойластырып жүр. Ұлпан апай, мен туған әкем тірі екен. Осы уақытқа дейін мама неге маған айтпаған? Думанда барып тұрған өтірікші. Дария, негізі мен сенің туған әкең тірі екенін білгенмін. Егер қаласаң, қайда тұратынын айта аламын.
Сіз қайдан білесіз оны? Экодүкенге барып жүрген кезде Гаухар ханымның ылғи бір үйге барып жүргенін көретін. Мүмкін сіз шатастырып тұрған шығарсыз. Мүмкін құрбылардың үйі шығар. Өз көзіммен көрдім. Жалғыз, сен ештеңке түсіндіргің келмей ма? Мына көшедегі бірде-бір үйде су жоқ. Сенің үйде су қайдан бар? Мен ешкімнің ала жібін аттап, алдына түскен адам емеспін. Енді су шықса ол жерден шыққан су. Жалғыз, адамда бір кішкене болсын адамгершілік болу керек шығар. Жоқ әлде, бір көшенің суын өзіңе кіргізіп алған біз байқамай қалады деп ойладың ба? Әне, ауылдың тең жартысы судан қиналып отыр. Соның бәріне сен кінәлісің. Сен ештеңе дәлелдей алмайсың. Сен әлі де ауылдың жартысын өзіңе қарсы қойып алғанын түсінбей жүрген сияқтысың. Соларды мен тоқтатпағанда сенің быт-шытыңды шығаратын еді. Олар маған ештеңе істей алмайды. Себебі олар менен қорқады. Басым қатырмашы. Тоқтатпауым керек еді соларды. Сонда ғана сен өмірлік сабақ алатын едің. Сөйтпедің менде. Мін. Су да жоқ тұр. Ал, іске кірсек, құжаттың бәрі дайын, тек қол қою ғана қалды. Ол түсінікті ғой. Сонда біз нақты қандай мүлікке ие боламыз? Мамаңызға 2 үлкен зауыт пен 2 сатылымдық жерді жазып беретін боламыз. Дәулет Сүлейменов деген жерге қол қой. Ал Гаухар ханым, келесі кезек сізді бәрі келіскеніміздей өткен күнмен толтырылды. Міне, бұл дайын. Бұл біздің арамыздағы құпия болып қалады деп үміттенемін. Ол жағынан уайымдамасаңыз да болады. Иә, мен жүре берсем болады ма? Жүр, шығарып сал. Рахмет сізге. Сосын сіз сатып алушыларды тауып берем деген едіңіз. Ол жағы қалай болып жатыр? Иә, бір бизнесмен сіздің нысандарыңызды қазір-ақ сатып алуға дайын. Темірлан, неғұрлым тез болса, соғұрлым жақсы. Маған ақша керек. Жақсы. Құжаттарыңыз дайын болғанда сізге хабарласам. Ақшаны сол кезде сөйлесеміз. Жарайды, келістік. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Құжаттарыңызды алыңыз. Алло, Саят. Бұл мен ғой Темірлан. Бәрі біз ойлағандай болып жатқан сияқты, Не істейміз енді? Не істейміз енді? Бүгін кешке бәрін аяқтаған соң бірден шетелге билет алып қояйық. Қайда барамыз? Қайда болса да бәрібір емес пе? Әйтеуір осы жерден алыс болайық. Бірақ мен негізі бұрыннан Парижге баруды армандайтынмын. Париж? Ал мен теңіздің жағасында бір үйім болған қайым. Жаман емес. Жүр, ендеше.
Жақсы Темірлан, рахмет. Сені құр қол қалдырмайтынды білесің ғой. Болды. Қазір ғана Гаухар Дәулеттің 2 зауыты мен сатылымдық жерін өз атына рәсімдепті. Енді соның барлығын тез арада сатып, ақшасын қолына түсірмекші. Саят, бұл мүмкіндікті жіберіп алмауымыз керек. Иә, мен өзімнің сенімді адамның атынан келісім шарт жасатамын. Ол жерде менің атым көрсетілмесе, бұл дүниенің барлығы заңсыз маған келгенін ешкім дәлелдей алмайды. Темірлан өз ішін біледі, тындырып береді барлығын. Менің алдыға қойған мақсатым ақырындап жүзеге асуда. Жақын арада Сүлейменов Дәулетті тақырға отырғызамын. Гаухар оларды арзан бағада сататынына сенімсің бе? Әрине. Гаухарға ақша қажет. Қанша берсең де соған келіскелі отыр. Дәулеттің кішігірім кәсіпорындарының өзі қомақты ақшаны талап етеді. Ал біз бір емес, 2 зауытын арзан бағаға алғалы отырмыз. Мен сол үшін бүкіл жиған терген дүниемді осыған салғалы отырмын. Ал ертең бизнесімді кепілдікке қойып кредит аламын. Ол ақшаның барлығы тез арада қайтып келеді. Өйткені Дәулеттің кәсіпорындары табысты. Ал жоспарланған шараларды не істейтін болдық? Оның барлығын міндетті түрде істейміз. Сол жерге жиналғандарға Дәулет пен Қайраттың оларды менсінбейтін жеткіземіз. Бұл олардың серіктестерінің алдында беделін түсіретін анық. Сондықтан да әдемі костюмыңды киіп кел. Жақсы. Сен бәйбішең шайды өлтіреді, Ой, Жайнагүл ғой. Жайнагүл ғой. Жайнагүл. Ау. Шайға бір нәрселеріңді алып қойшы. Болды қазір, бәрін реттейін. Кешіней ма? Ай, сендер ана журналистің Дәулет Сүлейменов жайында не жазған естідіңдер ме? Иә. Менің қызым оқыпты интернеттен. Ол жерде Дәулет мырза бар ғой, ауыл тұрғындармен келіспей, жылқы фермасын заңсыз түрде салынған деп жазылған. Оның сенің ауылда суда жоқ қой. Оны да сол кісіден көріп отыр. Ой, осы журналистер көрінген нәрсені жаза береді екен тегі. Бірақ мен ойлаймыншы, ол ауыл тұрғындары ол кісі жайлы жаман ештеме айтпайды. Керісінше ол кісі бізге көмектесті емес па? Иә? Жалпы әдейі біреу жала жауып жүрген сияқты. Тоқтаңыздаршы. Ол кісі сұхбат бергенде мен жанында болдым ғой. Журналист өтірік айтады. Әр жерден қиып, монтаждап жасаған. Менде толық нұсқасы бар. Қазір интернетке салам. Жарайсың Шалқар. Сен болмасаң біз қайтатын едік. Біздің бала ғой. Жарайсың ұлым. Жалпы бар ғой, біздің жағдайымызды, мына ауылдың жағдайын жасаған адамға біз көмектесуіміз керек. Иә, дұрыс. Дұрыс айтасыз. Болмайды ғой олай. Менде қазір үзіліс. Ана жер жазылып тұр, 1 сағаттан келіңіз. Түсінбедім. Менде үзіліс деймін. Дұрыс бер, Тұр. Сіз кімсіз? Не керек сізге? Менде уақыт аз тезірек айт. Думан мен Гаухар не үшін кетті? Қандай Гаухар? Кімді айтып тұрғаныңызды түсінбедім. Айт деймін, сен білесің ғой. Болды. Мен олардың атына Дәулеттің біраз мүлкін жазып бердім. Бұл жайында Дәулет біле ма? Жоқ, ол ештеңе білмейді. Бәрін Гаухар өз қолымен жасатты. Қазір сол мүлікті сатып, ақшасын алмақшы. Кімге сатайын деп жатыр? Саят Өрікбаевқа. Бірақ өз атына емес. Кім атына жазады? Тыңдаңызшы. Мен ештеңе білмеймін. Мен тек өз жұмысымды ғана жасадым. Саят деген кім? Тез айт бұл. Жарайды. Айтам. Тек жіберіңізші. Саят деген бизнесмен. Ол бұрын жалғыз басты қарттарды алдап, үйлерін тартып алумен айналысқан. Қазір Дәулет Сүлейменовтің де мүлкін тартып алмақшы. Значит, бизнесте солай бастауға болады екен ғой, Иә, ол бизнесті ашу үшін солай ақша жинады. Сен сонымен біргесің ба? Жоқ. Мен тек өзінің заңгерлік қызметім үшін ғана ақша аламын. Олардың лас ісіне қатысым жоқ. Маған мұндай ертегілеріңді айтушы болмады, түсіндің ба? Мен заңды жақсы білемін. Сондықтан арамызда болған нәрсе осы жерде қалсын. Ешкім білмесін. Әйтпесе жердің астына кірсең де мен сені тауып аламын. Түсіндің ба? Жақсы түсіндім.
оңбағандыр. Не болып қалды? Дәулет Мырза жайында жазылған мақаланы оқыдыңыз ба? Жоқ, қандай мақала? Дәулет Мырза ауыл адамдарын алдап, олардың келісімсіз ферма ашы деп жазылған. Оны кім істеуі мүмкін? Білмеймін, бірақ ол үшін жауап береді. Қазір. Қайратман, қараш. Дәулет Сүлейменов жайында ауыл адамдарының берген сұхбаты дейді. Толық нұсқасы қарап шықшы. Мына жерде мүлдем басқаша айтылған ғой. Мына видеоны кім салған? Шалқар деп жазылып тұр ғой. Алло, Зарина. Су мәселесі жайында неге маған ескертпедің? Менің кесірімнен Дәулет Мырза проблемаға тап болайын деп тұр. Қайта Шалқар молодец, видеоның толық нұсқасын салыпты. Жарайды бопты, я кейін хабарласам. Енді саған ауылға кету керек пе? Бірақ мына жақта да жұмысын бастан асады. Қайрат, бұл мәселе жайында біз Ермекке ескертуіміз керек. Дұрыс айтасыз. Кінәлі адамдар жауапқа тартылуға тиісті. Маған келгендерің дұрыс болды. Ажарға менде көмектескім ақ келеді. Бірақ... Пап, біз профессормен саусақ ізін қолдан жасау технологиясы жайында сөйлесейін деп жатырмыз. Егер профессор сендердің сөздеріңді растайтын болса, мен бұл істі тергеу барысында көтеретін боламын. Сендер дұрыс жолмен келе жатсыңдар, сондықтан қолдаймын. Сіздерде бұрын соңында осындай іс қозғалып па еді? Жоқ. Қазір мен сендерге бір нәрсе көрсетем. Негізінде заң бойынша бұл дұрыс емес. Алайда шындыққа қол жеткізу барысында мен бәріне де дайым. Бұл реанимациядағы терезенің астынан табылған заттай айғақтардың суреті. Ермек мырза, біз бұны профессорға көрсетсек бола ма? Жоқ, болмайды. Ендеше былай істейік. Бұл сурет дәлел ретінде жеткіліксіз. Одан да саусақ іздерінің түпнұсқасын алыңдар. Бірақ... Пап, біз бәрін түсініп тұрмыз. Жарайды. Аха, сізге рахмет. Жақсы, пап. Ермек аға, бұны айту керек па жоқ па білмеймін, бірақ Думан мен мамам папама қарсы бірдеңе ойластырып жүрген сияқты. Дария, түсінбедім. Сен не жайында айттың кеп тұр? Мен олардың бір жұмыспен нотариусқа барғалы жатқандарын естіп қалдым. Олар бұны жасырын түрде істеп жүр. Нақты қай нотариус екенін білесің бе? Жақсы. Бұл істі маған қалдыр. Рахмет. Майра апай, бүгін сізге демалыс берген жақсы болды. Әйтпесе соңғы күндер шаршап жүрген сияқтысыз. Шаршап жүр. Кімнің телефоны? Қарасам да шан жақтан. Ой, менікі ғой. Сөмкемде қалып кетіп тақмарал. Ала салшы. Ғарке құяйын ба саған? Онкология? Ақмарал, маған бер әкел.
қатерлі ісік? Мама? Қатерлі ісік деген емес. Майра. Сонда қалай? Бұл қалай болды? Сен бізден ауруды жасырып келдің бе? Тұра. Алдында байланысаға сен сол үшін барған екенсің ғой. Сендерге айтқымақ келді, бірақ қатты қорықтым. Мама, дәрігеріне зеті жазылуға мүмкіндік бар ғой, иә? Операция жасату керек деді. Бірақ оған көп қаражат керек. Уайымдама, Майра. Қаражат табылады. Ең басты сенің амандығың, Майра. Уайымдама. Ештеңеден қорықпа. Бұл қиындықты бәріміз бірге жеңіп шығамыз. Мен экспресс метод арқылы спектралдық анализ жасадым. Табылған саусақ іздерінде техникалық желатиннің мөлшері шамадан тыс көп. Ал термен май тіптен жоқ. Демек, бұның қолдан жасалғаны айдан анық. Сонда жалған саусақ іздерін аппаратқа қалай түсірген? Егер шын саусақ іздерінен бөлек жасасаң, оны кез келген жерде қалдыруға болады. Демек, Ажардың кінәсіз екенін дәлелдей аламыз. Мен ойымша бұның бәрін істеген Думан. Неге олай ойладың? Папаның палатасының терезесінің астынан пластир табылған. Думан тура сонда жабыстырып жүрген. Сендер асығыстық жасамаңдар. Ондайды ауруханада екінің бірі жапсырады. Ал егер кім екенін анықтағыларың келсе, сол табылған пластырмен ана өзің айтып отырған адамның ДНК-сын салыстыру керек. Онда мен Думан бөлмесінен пластыр мен желатин іздеп көрейін. ДНК үшін Думанның қолданып жүрген заттарын ала кел онда. Мұхит Заңғарұлы, егер де папам сізді эксперт ретінде шақырса, келесіз ғой, иә? Әрине, қолдан келгенше көмектесеміз. Жақсы. Сізге рахмет. Ауылымыздағы су мәселесінің шешілетін қуана-қуана хабарлаймын. Өздеріңіз білесіздер, үкімет ауыл тұрғындарын сумен қамтамасыз ету бағдарламасын жасады. Осы бағдарлама аясында ауылымызға орталықтандырылған су құбыры тартылады. Ертеңнен бастап жұмысқа кірісеміз. Ана су деген барлығымыздың үйімізде болады ғой, ә? Әрине. Ал су құбырлары тартылғанға дейін барлықтарыңызды ауыз сумен қамтамасыз ететін боламыз. Уайымдамаңыздар. Дәулет Сүлейменов жайында жалған ақпарат таратқан адам табылды. Ол Рүстем Әбділманов. Әлгі бір-екі ай бұрын Саятқа қосылып алып Дәулетке қарсы шыққан журналист ба? Я, біз оны жалған ақпарат таратқан әлгі видео арқылы дәлелдейтін боламыз. Біраз күтейік. Қазір мен Саят пен Рүстемнің телефонын тыңдауға рұқсат алу үшін өтініш жазамын. Мүмкін біз білмейтін тағы да былықтары шығып қалар. Онда мен іске кірісе берейін. Біткен жерің осы, Думан.
Ал мына ДНК-ны анықтауға керек. Кеттік. Так, сен форумға барасың, мен конференцияға барам. Форум фуршетін ұнамайды ма? Сен фуршетті ойлағанша бизнесмендермен ашық сөйлесуге тырыс. Содан соң ана дәулетпен көмекшісі осындай маңызды іс-шараның менсінбегендерін айт. Кеттік болды. Мен бұл заттарды Думанның бөлмесінен таптым. Желатинді әлі тастамапты. Демек, тағы бір нәрсеге қолданбақ болған ғой. Пап енді оны тұтқын қаласы қойы. Ермек мырза, барлық айғақ Думанның кінәлі екенін көрсетіп тұр. Сонда қалай ол өз әкесін өлтірмек болған ба? Сендер үлкен іс тындырдыңдар. Мен бүгін профессормен өзім хабарласып, әрі қарай экспертизаны жалғастыруды сұраймын. Әзірге біздің дәлелдеріміз жеткіліксіз. Қалай болғанда да Думанды қыспақ қалуымыз керек. Мен оны қайтып істеу керек екенін білемін. Біз жалпы ішкі өнім мен экономикалық өсу қарқынын есептеуіміз үшін ауыл шаруашылығы мен және ауыл кәсіп орындарының бюджетін пайдалануымыз керек. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін Қазақстан жасау қажет. Не жасау керек? Жасау қажет оны. Вот сондықтан бәріміз бірге ат салысып шығарайық соны. Алло, Рүстем. Алло, не болды? Мен жаңа Қайратты көрдім. Мен форумдамын. Ол менімен бірге конференцияда отыр. Не? Қалай сонда? Сен айтып едің ғой, больницада деп. Енді біздің жоспарымыздың күрт алған шығармасы болды. Жарайды, ештеңе етпес. Уайымдама. Онда жоспарымызды өзім ақ іске асырамын. Жақсы, Рүстем. Сен қалайда Сүлейменовтің беделін сүруге тырыс. Осындай маңызды шараға қатыспағаны әлсіздіктің белгісі. Алло, Рүстем. Алло, Рүстем, сен мені естіп тұрсың ба? Қайрат шынымен сен жақта ма? Иә, бірінші қатарда отыр. Мен дәл қазір Қайратты көріп тұрмын. Ол форумда. Рүстем. Ей, Рүстем, сен не деп кеттің? Сен не басталмай жатып ішіп алғансың ба? Рүстем Абдулманов, бізбен жүріңіз. Не болып қалды? Сіз Дәулет Сүлейменовке жала жауып жалған ақпарат таратқан үшін қамауға алынасыз. Қорғаушыңыз келем дегенше үндемеге құқыңыз бар. Жүріңіз. Тыңдаңыздаршы, мен барлығын дұрыстап түсіндірейін. Жүріңіз, бәрін полиция бөлімшесіне түсіндіресіз. Жігіттер, негізі дұрыс түсінбедіңдер. Ол жігіттер. Енді тағы бір құжатқа қол қою ғана қалды. Сонымен жұмыс бітті. Оқымасақ та болатын шығар, иә? Сіздерге сендім. Тамаша, Гаухар. Сізге берілген ақшаны тағы да санап шықты. Ешқандай уайымдамасаңыз болады.
Ал, құтты болсын. Темірлан, сізге алғысымыз шексіз. Бізге көп көмегіңіз тиді. Жақсы, онда біз жүре берейік. Бізді такси күтіп тұрған еді. Сау болыңыздар. Жақсы сау болыңыздар. Жақсы сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыз. Думан, кеттік. Бәрі бір жоспарлағанымыздай болды. Бір күнде бітірдік. Сондай қуанып тұрмын. Арқамнан бір ауыр жүк түскендей болды. Қайда баратын болдық? Бәрі әйтеуір осы жерден тездетіп кетейік. Тоқтаңдар! Жібер! Думан! Бересіз? Жер. Кімдер бұл? Жігіттер! Енді ақшада заводта жоқ. Полицияға барамыз. Ей, мам, қайдағы полиция? Қайдағы полиция? Біздің жасап жатқанымыз бәрі заңсыз. Оларға барсақ, наоборот, өзімізді қамайды. Әсет, мына жерге қойсам, әдемі сияқты, үйге де ұқсап қалды. Рахмет, Зарина. Әуре болмай қойыңыз ғой. Ештеңе етпейді, ертең ыдыстарыңды да әкеліп беремін. Мынау саған. Зарина, Саған не керек? сенімен сөйлесу керек. Мынау біздің үйдегі одеял ма? Иә. Түсінбедім, бұл жақта не істеп жүр? Әлде мынаның қасына көшіп келіп бүкіл ауылдың алдында мені ұятқа қалдырайын дедім ба? Мынау мен әрі-бері тайраңдағанша балаларды ойламайсың ба? Ерғалым, аузыңа ие бол. Мен бұл жерде жалғыз тұрам. Саған ешкім сөз берген жоқ. Ал сен үйдегі заттарды көңілдесіңе тасыған ұят болды. Балаларды ойламайсың ба? Рауан, кетші бұл жерден! Сен білесің ба қазір өзіңді өте жеңілтек әйел сияқты ұстап тұрған? Рауан, сен кеткенің дұрыс. Мен әйтпесе өзіме жауап бермеймін. Ал кетпесем ше? Сен маған бір нәрсе істеп аласың ба? Рауан, қойшы енді! Асет, қойыңдар сені, Рауан! Қойыңдар сені! Жігіттер, Рауан! Қой деймін! Қойыңдаршы! Рауан! Қой деймін! Рауан! Қой деймін! Не болды? Дәулетке бірдеңе болды ма? Келгендеріңіз жақсы болды ғой. Сіздерге айтар жаңалығымыз бар. Айтсаңшы енді. Папама бірдеңе болып қалды ма? Жоқ. Бәрі дұрыс. Дәулет есін жиды. Жақсы жаңалық екен. Ол тыныс алу аппаратын кім өшіргенін де көріпті. Сонымен кім екен? Енді айтайын деп жатқанда қайтадан есінен танып қалды. Сөйтіп, әңгімемізді кейінге қалдыруға тура келді. Солай ма? Дәулеттің палатасына тағы да бір комаға түскен адам жатқызған екен. Сондықтан уақыт сол жерге кіре алмаймыз. Бірақ ертең міндетті түрде бәрін білетін боламыз. Думан Бектұров, сен Дәулет Сүлейменовті өлтіруге әрекет жасады деген айыппен тұтқындалдың. Қалай ғана дәтім барды. Мен сені өз ұлымдай жақсы көрдім ғой. Өз ұлымдай жақсы көрсең, бүкіл байлықты Ашардың атына неге аудардың? Демек, оның кінәлі емес екендігі дәлелденген ғой. Иә, солай сияқты. Алақай, онда Ажарды босатты ма? Менің кінәлі екенімді өздерің дәлелдеп көріңдер. Сенің кінәңді дәлелдейтін айғақтар бізде жеткілікті. Әке, сіз маған керексіз. Операцияға көп ақша керек шығар, иә? Қанша болса да мен бәрін төлеп беруге дайынмын. Керек емес. Мүмкін
бала шынымен дәулеттің баласы шығар. Саяттан екеніне сенімді. бұрын қалай байқамағам. Дәулет, біреу көріп қойып жүрсе ят болар. А маған біздің былай жасырын кездесіп жүргеніміз мүлде ұнамайды. Айтпайсың өлтірем. Ердос, жақындама. бәрі бітті, мен саған қару таста дедім. Қару таста дедім. Біткен жоқ әлі жоқ. Кір, жақындама, жалғыз сатпа. Кір.